Алматы облысы Райымбек ауданында орналасқан Шарын шатқалы Қазақстанның көрікті жерлерінің бірі. Шарын шатқалы табиғатының әсемдігімен көз тартар ерекше сұлулығымен белгілі. Сәлем достар, Қазақстанның көрікті жерлерінің бірі. Шарын шатқалы табиғатының әсемдігімен көз тартар ерекше сұлулығымен белгілі. Сәлем достар, Шарын шатқалында биіктігі 150-300 метрге дейін жететін Қамалдар аңғары, Жалмауыз кемпір шатқалы және тағы басқа құмды жарлар бар. Жергілікті халық шатқалды Қорғанды Қамалдар аңғары деп атайды. Аңғар ұзындығы шамамен 2 шақырым. Ені 20-дан 80 метрге дейін барады. Шатқалдан ежелгі суретшілердің төл туындыларын көруге болады. Жабайы аңдардың бейнесі арқылы бұл аймақта палеолит дәуіріндегі құс жануарлардың мекендегенін аңғаруға болады. Сондай-ақ аңшылық пен саятшылық кәсіптердің болғаны нақты айқындалған. Шатқал бойымен ағатын Шарын өзені Алатаудан бастау алып Іле өзеніне құяр жолында жалаңаш үстіртін кеседі. Шарын өзеніне кіші өзендер келіп құяды. Өзен ағысы секундына 10-12 шақырымға жетеді. Бұл ағыс рефтинг спортына жарамды. Өзеннің арнасының кеңдігі 35-тен 40 метрге дейін жетеді. Шарын шатқалының аумағына өзенмен бірге шетен тоғай енеді. Тоғай негізі Соғдиян шетенінен құралған. Әлем бойынша мұндай тоғайлар 2 жерде ғана бар. Бірі Қазақстанда шетен тоғайы сақталса, бірі Солтүстік Америкада ғана сақталып қалған. 1964 жылы шетен тоғайы табиғат ескерткіші деп жарияланды. Шарын шатқалының табиғаты жануарлар мен өсімдіктерге бай. Бұл жақта ұя басатын құстардың 103, бауыры мен жорғалаушылардың 25, сүтқоректілердің 62 түрі мекендейді. Шатқалда өсетін 1500 өсімдіктің 17 түрі Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енген. Жақсы, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шарын шатқалын көрдің бе? Видели ли вы Чаринский каньон? Сабақтың мақсаты тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау. Сабағымыздың жаңа сөздермен таныс болайық. Записываем новые слова в словарной тетрадь и выучим. Қайталаймыз. Шатқал, каньон, құмдауытты, песчаный, жар, обрыв, өсіп дамуда, развивается. Ендеше мәтінмен жұмыс, мәтінді оқиық. Тыңдап. Алматы облысының Райымбек ауданында орналасқан Шарын шатқалы Қазақстанның көрікті жерлерінің бірі. Шарын шатқалы табиғатының әсемдігімен, көз тартар ерекше сұлулығымен белгілі. Шарын шатқалында биіктігі 130-300 метрге дейін жететін Қамалдар аңғары, Жалмауыз кемпір шатқалы және тағы басқа құмды жарлар бар. Жергілікті халық шатқалды Қорғандар Қамалдар аңғары деп атайды. Аңғар ұзындығы шамамен 2 шақырым, ені 20-80 метрге дейін барады. Шатқалдан ежелгі суретшілердің төл туындыларын көруге болады. Жабайы аңдардың бейнесі арқылы бұл аймақта палеолит дәуіріндегі құс жануарлардың мекендегенін аңғаруға болады. Сондай-ақ аңшылық пен саятшылық кәсіптердің болғаны нақты айқындалған. Шатқал бойымен ағатын Шарын өзені Алатаудан бастау алып, Іле өзеніне құяр жолында жалаңаш үстіртін кеседі. Шарын өзеніне кіші өзендер келіп құяды. Өзен ағысы секундына 10-12 шақырымға жетеді. Бұл ағыс рафтинг спортына жарамды. Өзеннің арнасының кеңдігі 35-40 метрге дейін жетеді. Шарын шатқалының аумағына өзенмен бірге шетен тоғайы енеді. Тоғай негізі Соғдиян шетенінен құралған. Әлем бойынша мұндай тоғайлар 2 жерде ғана бар. Бірі Қазақстанда шетен тоғайы сақталса, бірі Солтүстік Америкада ғана сақталып қалған. 1964 жылы шетен тоғайы табиғат ескерткіші деп жарияланды. Шарын шатқалының табиғаты жануарлар мен өсімдіктерге бай. Бұл жақта ұя басатын құстардың 103, бауыры мен жорғалаушылардың 25, сүтқоректілердің 62 түрі мекендейді. Шатқалда өсетін 1500 өсімдіктің 17 түрі Қазақстанның қызыл кітабына енген. Ендеше балалар, тапсырмаларды орындауға кірісейік. Бірінші тапсырма жазылым, письменное задание, жетінші тапсырма 131 бет. Тірек сөздерді пайдаланып, 3 сөйлем құрап жаз.
Составьте 3 предложения, используя опорные слова. Так, опорные слова: Ұлттық саябақ, национальный парк, Шаткал, каньон, Керемет, отличный. Так, Құмдауытты, песчаный, Жар, обрыв, туризм, не переводится, өсіп дамуда, развивается. Дескриптор 3 балла. Так, второе задание — это жазылым, тоже письменное задание. 9-шы тапсырма, 131 бет. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді таңдап жаз. Вместо многоточий вставьте нужные из этих 3 в скобки и выписываем предложения. То есть я взяла всего 4 предложения. Не в книге там много. Так, выполняем всего 4 предложения. Дескриптор 4 балл. Следующее задание — айтылым, устное задание. Мәтін мазмұны бойынша 3 сұрақ құрастырып айт. По содержанию текста составьте 3 вопроса и отправьте голосовым сообщением. Дескриптор 3 балл. Ендеше балалар, кері байланыс жіберуді ұмытпаңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.